Ал оқушылар, енді негізгі бөлімді бастаймыз. Жеңіл атлетика сабағындағы жаттығуларды, жаңағы элементтерді бастаймыз. Бірінші, бір орында жүгіру, жаңағы аяқтарың жоғары, қолдарың біркелкі істеу керек. Аяқтарың жоғары, неғұрлым жоғары, жаңағы аяқтарыңды көтерсеңдер, соғұрлым жақсы болады. Сондықтан жаңағы тез-тез жасауға болады, азайтып жасауға болады. Біркелкі. Осы жаттығу жасаған соң кейін демалып, өздерің аяқ қолдарыңды демалтып 5-10 секунд қайтадан келесі жаттығуға көшуге болады. Әр жеңіл атлетика сабағының жаттығуларын жасағанда өздеріңе өте жаңағы қауіпсіздік ережелерін сақтай білулерің керек. Өйткені біздің сабағымыз жеңіл атлетика болғандықтан, біз жаңағы далада, жаңағы спорт залда жүргізе алмағандықтан, сендерге осы үйде жасалатын жаңағы жеңіл түрмен көрсетіп жатырмыз. Келесі жаттығуымыз. Аяғымызды артқа қарай сілкіп жүгіреміз. Қол біркелкі, кішкене еңкейіп, аяқтарың артқа қарай болғанда, жаңағы өздеріңнің қол аяқтарыңмен қозғалысы бірдей болу керек. Аяқтарыңды неғұрлым артқа қарай селпіп, неғұрлым көбірек жасау керек. Осыдан кейін жаңағы жаттығу аяқталғаннан кейін демаламыз. Аяқ қолдарымызды демалтып, 1-15 секунд ары-бері жүруге болады. Құрметті оқушылар, тағы да айта кетер жағдай, мына жеңіл атлетика сабағында өздерің білесіңдер, біз сабақ кезінде оны спорт залда, далада жасайтынбыз. Мына үйде жасайтын сендерге тапсырма бергендіктен видео қарап, өздерің жаңағы видеодан қарап, мұғалімнің айтқанын тыңдап, дұрыстап жасауларыңызды сұраймыз. Келесі жаттығуымыз алға қарай аяқтарыңды сілте жүгіресіңдер. Қолдарыңда, аяқтарыңда біркелкі қозғалу керек. Сондықтан аяқтарыңды сілкіп, алға қарай жаңағы өздерің іштеріңнен санап тұруға да болады, 10 рет, 20 рет жасауға болады. Осы жаттығулардың барлығын жасағанда өте сақ болыңдар, қауіпсіздік ережесін бақылай біліңдер. Оқушылар, жаңағы әр жаттығудан кейін өздерің 5-10 секунд демалып, өздеріңді қалыпқа келтіруді ұмытпаңдар. Қай жаттығуды жасасаңдар да асығуға болмайды. Ол өз недеріңмен бір жаттығуды жасаусын жаңағы 15 секунд жасалып демалып болғаннан кейін келесі жаттығуға көшуге болады. Келесі жаттығуымыз оңға солға тез-тез жүгіру. Оңға жүгіріп келіп тұрып, қайтадан солға қарай жүгіресіңдер. Тез-тез. Жаңағы аяқтарының жылдамдығын қосып, оңға солға жүгіру жаттығулары деп аталады осы жасап жатқанымыз. Әр жаттығуды жасағанда жаңағы өздеріңнің залда болсын, өздеріңнің комнаталарыңда болсын, өз жаттығуларды дұрыс жасай білу керек. Құрметті оқушылар, осы барлық жаңағы легкий атлетика, жеңіл атлетика сабағындағы көрсетіп жатқан элементтерден жаңағы сендерге үзінді көрсетіп жатамыз. Келесі жаттығуымыз алға қарай аяқтарын түзу, алға қарай жаңағы жүгірген қалпында аяқтарын түзу жүгірулерің керек. Аяқтарың түзу болу керек, ешқандай бүгілмеу керек. Қолдарың да біркелкі сол аяқтарыңмен бірге жұмыс істеу керек. Құрметті оқушылар, әр жаттығуды жасағанда өздерің жаңағы 5 секунд, 10 секунд, 20 секундқа дейін демалып алып, келесі жаттығуды жасауға болады. Әр жаңағы жеңіл атлетиканың элементтеріне байланысты әр жаттығуды дұрыс жасап, дұрыс істей білулерің керек. Келесі жаттығуымыз жаңағы матрас болсын, үйлеріңдегі жаңағы көрпеше болсын, әр нелерді жерге төсеп, сол көрпешеге шалқадан жатып, оң аяқтарын жоғары көтеріп, сол аяқтарыңды тіреп, жоғары қарай көтеріліп, жаңағы 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4 өте жақсы. Келесі аяқтарыңды, оң аяқтарыңды тіреп, сол аяқтарыңды жоғары көтеріп, арқаларың жоғары көтеру керек. 1, 2, 3, 4. Мұнда қолдарың қозғалмайды. Аяқтарың, оң аяқтарыңмен тіресеңдер, сол аяқтарыңды көтересіңдер, сол аяқтарыңмен тіресеңдер, оң аяқтарыңды көтересіңдер. Өте жақсы. Жаттығуымыз аяқталды. 5-10 секунд жаңағы демалып алуды ұмытпаймыз. Құрметті оқушылар, аяқтарыңа массаж жасайсыңдар, қолдарыңа массаж жасайсыңдар. Әрбір жаттығуды өз білгендеріңмен, өз жаңағы видеодан көрген нелеріңмен қайталап отыруға болады. Құрметті оқушылар, қандай жаттығу жасағанда да өздерің жаңа қауіпсіздік ережелерін сақтай білулерің керек. Келесі жаттығуымыз жаңағы қолды еденге тіреуге болады, жаңағы көрпешеге тіреуге болады. Аяқтарыңды, оң аяқтарыңды ішке қарай тартасыңдар. 1, 2, 3, 4. Кезек-кезек оң аяқ, сол аяқ, оң аяқ, сол аяқ. Солай кезек-кезек алға қарай тартып, жаңағы жеңіл атлетика сабағының элементтерін орындаймыз. Әр тапсырма жасаған уақытта бастарыңды төмен қарай емес, жоғары қарай көтеріп, аяқтар жаңағы қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Сондықтан әр жаттығу жасағанда өте мұқиятта болуларыңды өтінеміз. Құрметті оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа кездескенше сау саламат болыңыздар.